жеткен нағыз майталман адам. Оның саяси қызметтері мен әдеби еңбектерінде көбінесе патриоттық және ұлтшылдық идеяларды, сондай-ақ оның отан, дәстүр, отбасы жайлы тақырыптары көп талқыланды және де көбірек кеңінен таныла бастады. Ахмет Байтұрсынұлының «Анаға хат» шығармасы нақты тәжірибесінен және оның белсенді қызметі үшін анасынан бөлінуінен және де алыс сапарларға қатысты тәжірибесінен және одан бөлек өмірінде туындаған сан қилы кедергілердің кесірінен, бұрылыстардың кесірінен оның шығармашылығына көп әсер етті. Соған байланысты ол шабыт алып, анасына деген сезімін, сүйіспеншілігін, махаббатын түрмеде жатып хат жазады. Ол шығармасында алда не күтіп тұрғанын білмейді. Өйткені ана оның қолдаушысы, қамқоршысы, ана дұғагөйің, қамқоршың, тілеушің, қайда жүрсең де еш жасқанбай анаңды тілеушің деп айта білесің. Ол әрине